Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен Банофи пай рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге алдын ала електен өткізілген ұнымызды ыдысымызға салып, оның үстіне бөлме температурасында тұрған майымызды салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып шығамыз. Араласқан массамыздың үстіне қантымызды салып, тағы да қопсытып аламыз. Одан кейін шымшым тұзымызды салып, оның үстіне разрыхлителімізді салып, тағы да араластырып аламыз. Одан кейін жұмыртқамыздың тек сарысын ғана салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Жақсылап иленген қамырымызды 1 сағатқа холодильникке жібереміз. Осы мезетте кез келген форма түрін алып, ортасына пергамент бумагамызды салып, біздің тестамыз жабыспас үшін шетін жақсылап майлап аламыз. Себебі коржымыз жабысып қалуы мүмкін. 1 сағат демалған қамырымызды осылай бір келкі етіп жайып шығамыз. Үстінен шанышқымен тесіп шығамыз. Және алдын ала қыздырылған пеште тестамызды пісіріп аламыз. Оға дейін ортасына салатын салмасына кірісеміз. Бізге ол үшін 2 банан және варенка керек болады. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай банандарымызды ұзыннан кесіп аламыз. Одан кейін бетіне жағатын кремімізге кірісеміз. Творожный массамызды ыдысымызға салып, оның үстіне қантымызды салып, және де сливкимізді салып, креміміз дайын болғанша жақсылап айналдырып аламыз. Міне, біздің пісіп шыққан коржымыз дайын. Енді осы коржымыздың үстіне алдын ала дайындалған варенкамызды салып, бір тегіс етіп, барлық жеріне жағып шығамыз. Одан кейін кесіп дайындап алған банандарымызды бір тегіс етіп төсеп шығамыз. Міне, банандарымызды қойып шықтық. Ендігі кезекте алдын ала мешокқа салынған кремімізді осылай бір тегіс етіп әсемдеп шығамыз. Біздің Банофи пай тәттіміз дайын. Келесі рецептте жолыққанша сау болыңыздар.